Армысыздар айбынды алаш елі. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдық мерекесіне арналған бір ел, бір халық атты тәуелсіздікке шолу сағатымызды бастауға рұқсат етіңіздер. Бұл азаттық оңайлықпен келген жоқ. Арысы елдің басын қосқан Керей мен Жәнібектерден, 300-дің басын қосқан Абылайдан, берісі алаш арыстарынан бастап алса 86 жылғы желтоқсандағы жастардың ерлігімен, өрлігімен бағыт алып 91-де тәуелсіздік азат алаштың басына бақыт болып қонғаны белгілі. Тәуелсіздік алғаннан бері қарай еліміз көптеген жетістіктерге жетті. Ең бірінші елбасымыз елінің басшысы болып атқа қонып, әрбір елмен арадағы шекараларымызды мықтап бекітті. Одан кейін өзіміздің төл теңгемізді шығаруға бұйрық берді. Және де әнұранымыз, ел таңбамыз, өзіміздің ұлттық нақыштарымызды қолға алуға бағыт алды. Өзіміздің көк туымыз, көк байрағымыз арқылы көптеген елге қазақ екенімізді таныттық. Одан бері қарай ата заңымызды қабылдап, елімізде көптеген жиындар өткізіп, талайлаған елдердің басын қостық, саммит өткіздік. Бір ел, бір халық демекші, еліміздегі ұлттардың тұтастығын, достығын сақтау үшін біріккен ұлттар ұйымының ассамблеясын құрдық. Бұның өзі жемісін беріп, қазір елімізде тыныштық пен татулық әлі күнге сақталып келеді. Және де толағай табыстарымыз Экспо көрмесін өткіздік. Осындай талайлаған елдерге төреғал болып ақыл кеңесімізді білдірдік. Тәуелсіздік алғандағы 30 жылда әлемдегі танымал елдердің қатарына қазақ есімі ойып тұрып орын алды десек те қателеспейміз. Еліміз 30-да жас мемлекет, әлі де бағындырар биігі, алар белесі алды екенін айтпасақ та белгілі. Назарларыңызға рахмет. Еліміз гүлденіп жайнап, көк туымыз көк аспанда желбірей берсін. Азат елдің азат ұрпақтары, елім дейтін, жерім дейтін, елінен жерінбейтін, өнегелі өрелі ұл-қыздар болып өсе берсін. Келе жатқан 30 жылдық мерейтойымыз құтты болсын. Әр шаңыраққа береке, ырыс байлық әкелсін. Назарларыңызға рахмет. Аман, сау болыңыздар.